Махаббат қызық мол жылдар. 9 бөлім. Студенттердің қос өкпесіне найзадай төніп, жазғы емтиханда жақындап келе жатты. Найзадай төнетіні, студент сияқты жас желең қауымның ішінде желбас жігіттер мен желөкпе қыздар аз болмайды. Қысқы семестрді қалт-құлт етіп өткеннен кейін олар, «Әй, жаз қайда, біреу қайда» деп, қолды бірақ сермеп, кітап пен конспектіні жауып тастап, секеңдеп, сауық іздеп, селкілдеп, бейбелеп кетеді де, емтихан тақағанда естері кіріп, қыл көпірдің аузына келгендей қалтырайды екен. Соғыстан келген маған студенттердің емтихан тапсыруы әскерлердің ұзақ жатқан бекіністен көтеріліп, шабуылға шыққан шығымен пара-пар сияқты болып та танылды. Шабуыл шіркін жақсақ қой. Өйткені шабуылға шыққан армия ілгері басады, жеңіске жақындайды. Бірақ дауысы құлақты тұндырып, жау шебін бауырдай тілгілеген артиллерия атысы канонадан кейін окоптан көтеріліп, мылтығының найзасын ұмсына кезеп, уралай ұмтылған жауынгерлердің бәрі бірдей алға баспайды. Біреу оққа ашады, біреу денесінен қызыл қан саулап, жер құшады, жаралы болады. Ал емтихан тапсырғанда ешкімнің оққа ашуы жоқ. Оның есесіне қан орнына көздерінен жас сорғалаған жаралы көп болады екен. Біздің курстан емтиханның найзасына бірінші түйрелген Сақила деген семіз сары қыз болды. 18-19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің емтиханынан ол өкіріп жылап шықты. Не болды деп жатырмыз. 33-ші аудитория есігінің сыртында дәлізде ішке кіруге кезек күтіп тұрған біз. Құладым, деді ол солқылдап келіп. Алда тұрған қыздардың бірінің мойнына асыла кетіп. Біз оны ортаға алып, өзімізше жұбатып жатырмыз. Қандай сұрақ келді дейміз. Бұқарды білесің бе деп сұрады оқытушы, дейді Сақила солығын басып. Сен не дедің? Білемін дедім. Соң? Білсең, оның жаңалығы, ерекшелігі қандай, деді оқытушы. Дұрыс, сен не деп жауап бердің? Мен ойланып тұрдым да, Бұқардың жаңалығы самауыр мен ақ шәйнек қояғай дедім. Біріміз күліп, біріміз ренжіп жатырмыз. Сөйтіп кісі жауап берем екен дейміз. Қайдан білейін, дейді Сақила өксігін әрең басып. Бұқар сауда-саттық қаласы, қазаққа самауыр мен ақ шәйнек содан тарады дегенді бір құлағым шалғаны бар еді. Әй, қуаттарым, айтсаңдаршы, деп өңі құп-қу болып Зайкүл ортаға шықты. Осы сұрақ келіп қалса, менің не деп жауап беруім керек? Алдымен, деді Меңтай, сен Бұқар жырау өлеңдерінің аттарын біліп ал. Айтшы сол түскірлерді, дейді Зайкүл елпілдеп. Бұқар жырау Абылай ханның тұсында өмір сүрген, дейді Меңтай ол жайында мәліметтерді Зайкүлге қысқаша айтып түсіндіруге асығып. Өлеңнің аттары мынандай: айналасын жер тұтқан. Мұнысы не пәле? Жер тұтқан ба? Жер жұтқан ба? Қайсысы? Дейді Зайкүл екі көзі бақырайып. Өлеңнің аты айналасын жер тұтқан, дейді Меңтай оған ыждағатпен түсіндіріп. Ойбай, Меңтай, менің миымда тұрады дейсің бе бұл пәлең? Одан басқаларын айтшы. Меңтай шұбырта жөнелді. Ай, Абылай, керей қайда барасың? Бірінші тілек тілеңіз, жал құйрығы қаба деп, қалданмен ұрсып. Ойбай, Меңтай, қуатым-ау, мынаның қайсысы есте тұрады? Әне біреу, әй, қайда барасың дегені болмаса? Біз бұған ішек сілеміз қата күліп жатырмыз. Әй, қайда барасың емес, ол өлеңнің аты керей қайда барасың, деді Меңтай Зайкүлге барынтасын сала түсіндіріп. Бұл жыраудың Абылай ханнан жапа көріп, үдере көшіп бара жатқан қазақтың керей деген руына айтқан өлеңі. Осы арада жұртты емтиханға біртіндеп кіргізіп, кіргендерді сыртқа шығарып тұрған Жомартбек мысқылға басты. Зайкүл Бұқар жырауды не қылсын? Әй, қайда барасың деп маған айтып жатыр ғой. Біз бұған ішек сілеміз қата күліп жатырмыз. Әй, жүгірмек, тыныш тұршы, дейді әшейінде Жомартбекке жұдырығын ала жүгіретін Зайкүл қойдан қоңыр жуастықпен. Меңтай, одан соң не дейін? Бұқардың жаңалығы не деген сұрауға мынаны айтасың. Жыраудың өлеңдері сыңсыған, шешендік сөздерге толы. Оның өлеңінің қай жолын алып оқысаң да ақыл, нақылға кездесесің. Мысалы, айналасын жер тұтқан, айды батпас демеңіз, айнала ішсе азайып, көл таусылмас демеңіз деген сияқты. Осындай керемет шешендік Бұқар өлеңдерінің ерекшелігі. Осы шешендік әдебиет тарихында Бұқар сарыны, Бұқар үлгісі, оның жаңалығы деп аталады. Енді ұқтың ба Зайкүл? Ұғуын ұқтым ғой, Меңтай, бірақ мен
көк миымын ғой, қазір ұққанымды қазір ұмытып қаламын. Сақила, деді ол әлгі өксігін баса алмай тұрған серігіне қарап. Сенің екінші сұрағың не? Махамбеттің романтизмін білесің бе, деді содан соң оқытушы. Деп Сақила көзін сүрте бастады. Сен не дедің? Білемін, дедім мен. Білсең айт, деді оқытушы. Ар ойландым, бер ойландым. Ақыры оқытушы Махамбеттің оқыған романдарын сұрап тұрған шығар деп ойладым да. Махамбет романдарды көп оқыған дедім. Қандай романдар оқыпты, деді оқытушы жымыңдап. Ол жымыңдағанға мен ойындағысын дәл тапқан екенмін деп қуанып кеттім де. Алдымен Жұмбақ жалау романын оқыған дедім. Тағы қандай романдар оқыпты, деді оқытушы. Менің құрдастарым, дедім мен. Соң, деді оқытушы одан сайын күлімдеп. Ақын романын, дедім мен, дәуде болса күтіп отырғаныңыз осы болар деп. Зачет книжкаңды әкел, деді оқытушы қолын созып. Мен кемі 3 қоятын шығар деп ойладым. Ол қол қойып қайтарып берді. Қарасам 2 қойыпты, деп Сақила қайтадан еңкілдеді. Сағынып Азайкүл, деді Жомартбек бір қолымен тұтқадан ұстап, дәліздегі бізге де іштегі оқытушыға да естірте дауыстап. Өйткені оқытушы студенттерді өз емтиханына бөгелтпей кезекпен кіргізіп тұруды Жомартбекке тапсырған болатын. Сіздің кезегіңіз келді, емтиханға кіріңіз. Зайкүл есік жанына жеткенде, дар алдына келгенде құп-қу боп кетті. Оның кішкентай бөгеліп, жүрегімді тоқтатайын дегеніне Жомартбек қараған жоқ. Шегінуге жол жоқ, артымызда Москва, деді де, Зайкүлді қолдаяққа тұрғызбастан есікті шалқасынан ашып, ішке еріксіз кіргізіп қоя берді. Енді біз Зайкүлдің тілеуін тіледік. Есіктің кілт салатын тесігінен кезек-кезек сығалап, оның қандай күйде отырғанын байқаймыз. Содан соң тағы біраз тым-тырыс бола қаламыз. Осы кезде өксік қысып сол қете қалған Сақила дыбысы естілді. Саспа, Сақила, деді Жомартбек алақанын бипаздай сермеп. Бәрі өтеді, бәрі өзгереді, деп мен емес, Гераклиттің өз айтқан. Ендеше бұл да өзгереді, сенің екің 3-ке түзетіледі. Қалай? Деді Сақила көзін сүртіп. Бұлай, қазір Зайкүл бес алып шығады, содан соң? Содан соң, деді Сақила Жомартбекке ол бейне бір өлімнен құтылудың жолын айтатындай жалбарына қарап. Содан соң Қанипа екеуі оқытушыға оңаша кіреді де орта қалады. Қанипа, ағай, Сақилаға 3 қойып берсеңізші, дейді көзін құбылтып. Сөйтіңізші ағай, дейді Зайкүл емініп. 2 қыз қиылып тұрған соң көңілшек ағай жібейді. Сақила ертең келсін дейді. Сөйтіп Гераклиттің айтқаны болады да шығады. Қойыңыз, жаман екен ойыңыз, деп Қанипа әндете өтірік күліп, көлгірсіп, Жомартбекке қарап сахнаға шыққан бешідей боп мойнын қылқаңдатты. Түк қоятыны жоқ, деді Майра оған бұрылып. Шашың мен мойныңды Кербез ағайға босқа сипатқанша Сақиланың бағасын түсеттіріп бер. Бұл сөзді басқа қыздар да шуылдап, қостап қалды. Зайкүл тапсыра алады ма? Деді Сақила Жомартбекке. Тапсырады. Ол тегін Чеховтың қарындасы аталған жоқ қой. Бұған бәріміз мырс ете түстік. Оның мынандай мәнісі болатын. Қыста 19 ғасырдағы орыс әдебиетінен емтихан өткізуге әзірленіп жүрдік. Бір күні үзіліс кезінде Зайкүл бәрімізге сұрақ қойды. Чеховтың бір қарындасы туралы айтқаны бар еді ғой. Сол сөз кімнің есінде? Қай қарындас туралы? Дедік біз түсінбей. Мария Павловнаны айтасың ба? Тілімнің ұшында тұр. Өзінің бір қарындас жайында айтып еді ғой. Не деп? Не деуші еді? Кісі өз қарындас туралы. Соның бір жақсы қасиетін айтқан. Біз Чеховтың әйел аттас шығармаларын атай бастадық. Ниночка ма? Жоқ, деді Зайкүл басын жайқап. Ит жетектеген келіншек пе? Зайкүл сақылдап кеп күледі. Қойыңдар шәрі, келіншек ит жетектеуші ме еді? Ол бір ауылдың аңшысы ма екен, иттердің қасына қалдырмай ертіп жүретін? Ойбай, Зайкүл, сен білмейді екенсің ғой, дейді Жомартбек орнынан ұшып тұрып. Келіншектердің керемет аңшылары болады. Өзгеге сенбей саған сенбеймін, Жомартбек, дейді Зайкүл қолын бірақ сермеп. Онда апалы сіңлілі үшеуді айтасың ба? Жоқ, үшеу емес, біреу, дейді Зайкүл біздің діңкемізді құртып. Чеховтың сол сөзін жұрт айта береді ғой ылғи. Өлдік талдық дегенде келесі үзілісте оны әрең таптық. Сөйтсек, Зайкүлдің сұрап тұрғаны Чеховтың «Краткость сестра таланта» дейтін нақылға айналып кеткен атақты сөз екен.
Сол күні біз бәріміз ішек-сілеміз қата күле отырып, Зайкүлге Чеховтың қарындасы деген атты бір ауыздан бергенбіз. Жомартбектің еске алып тұрғаны осы оқиға болатын. Біз күлкімізді тыйып үлгіргенше іштен қойқан қағып Зайкүл шыға келді. Бәріміз оған қарай қоғада жапырылдық. «Не алдың, Зайкүл?» Ол бізге 5 саусағын көрсетті. Сенерімізді де, сенбесімізді де білмедік. Зачет книжкасындағы 5 деген бағаны көргенде ғана иландық. «Не сұрақ келді өзіңе?» «Не сұрақ келгенін не қыласыңдар? Мен ештеңені де жетістіріп айтылғаным жоқ. Бар бітіргенім мынау болды». Қыздар Зайкүлге ентелей түсті. Кербез ағай бетіме қарап отырды да, «Зачет книжкаңда кел, Сағынова» деді. Байқаймын, екі қоятын түрі бар. Емтиханды мен емес, ол беріп отырғандай-ақ, екі иығы салбырап ұнжырғасы түсіп барады. Аяп кеттім байғұсты. Содан соң, қайдан шықса одан шықсын дедім да, бастым тәуекелге. Зачеткамды қолыма ұстап, епкамның өзі қысқа етегін одан сайын көтеріңкірей түстім де, стол жанында Кербез ағайдың қарсысында тұрған орындыққа жалп етіп отыра кеттім барып. Ағайдың тышқан көзі жылтырай жайнап, менің мына оқтай түсу сирағыма жұп-жұмыр тіземе қадалып, одан да жоғарлай берді. Мен оны сезбеген болып зачеткамды ұсынып былай дедім. «Мен не қойсаңызда ризамын, ағай, бірақ сіз сияқты теңізде терең білімі бар, ғұлама ұстаздан сабақ алып жүрген мені 3 пен 4-ке оқиды деп ешкім де ойламайды. 4 дегенді әдейі айтып отырмын. Әттең 3 қойып берсе жарар еді деймін ішімнен. Кербез ағайдың осал жеріне дәл тиді-ау деймін, книжкама қон жетіп 5-ті қойды да берді». Бұл оқытушымыз өте мақтаншақ кісі еді. Лекция үстінде ол 2 сөзінің бірінде «Мына мен нағыз қыпшабел, қыр-мұрны сымбат жігітпін ғой» деп отыратын. Оның үстіне өзін үлкен, ұлы адамдармен қатар қоя сөйлеп, «Кеше Мұхит Әуеновпен екеуміз театрға бардық». Немесе «Бұл тақырыпқа байланысты менің мақаламды, одан соң Белинскийдің мақаласын оқыңдар» деп те бөсетін. Осы мінез үшін қыздар оның сыртынан Кербез ағай деп атайтын да, «Қыздар, тыныш отырыңдар, Кербез ағай келе жатыр. Кербез ағайдың лекциясына барсам бекен, бармасам бекен» десетін. Зайкүл қу оның осал жерін тап басыпты. «Мынауың масқара екен», деді Меңтай. Бұған дейін Меңтай аузынан мұндай қатал сөз шыққан естіген емес едім. Ол жолдастарының кемшілігін кешіре біліп, ешкімнің көңілі қаларлық сөз айтпайтын еді. Сол сабырлы әдетін бүгін бірінші рет бұзғанына қысылды ма, кім білсін. Зайкүлдің сөзін естіп болғаннан кейін құлағының ұшына дейін қызарып, төмен қарады. «Мына сөздеріңді бізден басқа ешкім естімесін». «Енді қайтейін?» деді Зайкүл Меңтайдың алдында ақталғысы келгендей. «Жаңағы сен айтып бергеннің бәрін лезде ұмыттым да қалдым. Қысылғанда адам не істемейді? Ағайдың мақтаншақтығы менің шашымды сипай беретін ойыма түсті де, жаңағыны істедім. Енді қайтейін? 1 семестр бойы басында бекерге сипаттым ба мен оған?» «Басты айтасың, Кербез ағай жаңа менің бұғағымды да сипап алды». Біз күліп жібердік. «Мейлі сипаса сипай берсін», деп Зайкүл сөзін аяқтауға аңғайланды. «Оған менің нем кетті? 1-5 соқтым да алдым». «5 қана емес, сен бір түлкі соғып алған сияқтысың, Зайкүл», деді Жомартбек жымыңдап. «Анада аңшы әйел болмайды деп таласып едің. Нағыз аңшы әйел өзің боп шықтың ғой». «Әй, Жомартбек, байқап сөйле. Мен әйел емеспін, қызбын». Солай екен-ау», деді Жомартбек мүләйімсіп. Содан соң түк білмеген кісідей әндете жөнелді. «Етімді шал сипаған құрт жесін деп, шартастан қыз секірді терең суға» деген екен-ау Абай атамыз. Білген адамға жақсы сөз ау бұл бір. Қыздар мұның Зайкүлге арналып айтылғанын сезіп, біріне-бірі қарап жымыңдасты. «Әй, неге жымыңдайсыңдар, қыздар?» Зайкүл әр қыздың бетіне кезек-кезек қарады. «Жай, жаңағы Жомартбектің етімді шал сипаған дегеніне күлеміз. Бұл маған айтқан екен ғой. Тілі тотиятындай, осы жүгірмектен көрдім-ау», деп Зайкүл жұдырығын тиіп Жомартбекке қарай тап берді. «Жоқ, Зайкүл», деді Жомартбек қашқақтай ақталып. «Етімді шал сипаған құрт жесін деп, жартастан терең суға секіріп жүрген сен емес. Феодализм заманының ескі қызы ғой ол. Сенің жөнің босқа. Сен жаңа заманның сұлуысың. Кербез ағаңда шал емес, 40-та ғана». Солай десең шонда», деді Зайкүл Жомартбектің сұлуысың дегеніне жайылып түсе қалып. Оның Кербез ағаң 40-та ғана деген сөзіне мән берген жоқ. Өстіп Жомартбек шегінуге жол жоқ. Артымызда Москва деген Клочков сөзін бас командашының бұйрығындай қайталаумен жұртты еріксіз ішке кіргізіп, есіктен аппақ боп енген қыздар қып-қызыл боп шығып, «Не алдың? 4, құттықтаймын, не алдың? 3, оқасы жоқ» деп, жылап-сықтап, күліп, қуанып, алысып әзілдесіп жүріп, алғашқы емтиханды да өткердік. Кітапты соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет.
каналға жазылып лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер.